Қалайсыздар? Бүгін кешкі асқа осындай тағам түрін жасадым. Бірінші күрішті азғантай табаға май құйып қуырып аламыз. Сосын көп мөлшерде су құйып, тұзын салып пісіріп болғаннан кейін салқын суда жуамыз. Одан кейін табаға суымызды құйып, картошкамызды ашып салғаннан кейін барып, тұзын салып, жақсылап пісіріп аламыз. Бізде мына қолдың картошкасы болғандықтан крахмалы өте көп. Сап-сары болып пісті енді. Осыны әдемілеп тарелкаға салып болғаннан кейін барып, жанына әдемі котлеттерімізді қоямыз. Котлетке сәбіз, картошка, чеснок, тұз, бұрышын қостық, жұмыртқа, булканнан қосып шықтық. Азғантай майға қуырдым, және мына наггетси, куриный наггетси. Енді мына жері өте қызық. Осындай салафанды алып, майонездің басына байлап шығамыз. Өте әдемілеп, нықтап байламасаңыздар, майонез салафанның ішіне толып қалады. Жақсылап қатты қысып байлап шығамыз. Сосын ұшын жаңағы вилкамен тесіп шықсаңыздар болады. Кәдімгі ресторандағыдай әдемі болып шығады. Көп жерден де көріп жүрген боларсыздар. Осылай құйып шығамыз. Одан кейін кетчупты да дәл солай жасаймыз. Өте әдемі болып шығады. Мейлі мант істесеңіздер, солай жасап шықсаңыздар болады. Егер менің лайфхагым ұнап жатса, комментарийға жаза кетіңіздер, жүрекшені басып тіркеліп кетіңіздер. Алда тағы да жақсы видеолар саламын. Сау болыңыздар.